Ya Құдайым оңдасын, аруақтарын қолдасын. Не тілесең тілегін берсін, дастарханның кегін берсін. Бала шағамыздың аманшылығын берсін. Мына дастархан жаңғы жақсылыққа тойға жайылсын. Мына екі жасымыз бақытты болсын. Мына шаңырақ жаңғыз тойға жайылсын. Дастарханымыз ақ болсын, еліміз, халқымыз аман болсын. Al енді жолдан келген şimdi демалып келгеніңізде Ya nan. Азаматшалар бірдей футбол киеді. өздері екеуіне ғана bakıyor бізге. Мен алып отырып, таныстырып білсеңіздер. Şurada yer çok bilsin, ne için geldin? Подъезд. Құдалар, мына біз Шымкентте деватымыз енді бізде ұл бар, сіздерде жаңа қыз бар. Сол құда түсіп қалып, өзіміздің елімізге қызыңызды алып кетейін деп жатырмыз. Сол үшін себебіміз сол кеватырмыз Шымкенттен. Енді бұлай таныстырып кетейін барымызды. Келген осы біздің штатымыз тағы ертең 3 кісі келеді тағы. Ал пока осы жерде келгендеріміз бүгінгі таныстырып өтейін. Өзімнің атым Марат. Енді бел құда болам. Құдағи Гүлнаға. Енді біздің қарияларымыз Нұрмахамбет ағайының болады. Абен ағайын болады. Абен дейтін аты. Жолдасы Фатима женшеміз. Güzel әпшеміз. Нұрмахамбет көкеміздің қарындасы болады. Аткес болады. Лязат. Bu olsun bana, olsun size. İlk önce biraz ayıklı stakına kundaşı. Осы Нұрмахамбет көкемнің келіні Айгерім. Лязат әпшем деді. Лязат әпшем деді. Ол әпшең емес, жеңшең болады. Жеңшем, иә. Так, енді Раушан апамыз. Раушан апамыз. Anamның сіңлісі. Нағашы, иә. Мынау құдағиыңыздың сіңлісі Гүлжан. Енді өзіміздің екінші ұлымыздың құдалары Айгүл құдағи. Kız bergen, kız alған. Қыз берген. Қарсыбай құдамыз.
келтіп тумасы қазір таразда тұрады. Қазір Тараздағы жаңағы құдаларымыз да. Иә. Так, бәрін атап өттім ғой, иә? Біз қалып кеттік қой 4 адамдар. Біздің енді Бір бағанда сіздер бірге. енді бір вагонда танысып, Таныстыңыз ғой жаңа уәде бергеннен кейін бізде бұлар уже біз бажа емес, құда болып келеміз деп. міне қызмет еттік. Мен сразу сіздерді не қылдым, аудан бөлек. Бажа бұлда болмайды деп. Бажа үлкен болғасында өте мал үйге кіріп шықтық қара шаңырақта. Олай шет жағасынан вагонда келе жатып таныстық. Осы жаңа бажаларыңыз енді бізге құда болады ғой енді. Бұл кісілер таныстық. Шет жағасын айтты, осындай деп енді. Өздеріңіз қай рулысынан? Так, руым Арғын. Арғынның ішінде орманшы. Орманшының ішінде Ақсары. Негізі ата-бабамыздың түбіміз Павлодар. Павлодар Баянауыл. Баянауыл. Сол енді көкеміз барып келіп, шежіресін жаңағыдай түзіп, енгізіп, құрылтай сояқта өтіп, үлкен құрылтай өткен Арғындардың. Сол кезде барын жаңа біліп, біз қалай сояққа түсіп қалдымыз, оңтүстік жаққа қалай барып қалдымыз, сояқта қалай қалдымыз, қалай біздің ата-бабаларымыз сояққа келді, соның бәрін біліп, бізге жаңағыдай айтып түсіндіріп осы кісі қандай сұрақтар болса не жағынан осы жаққа. Мынау қазақтардың ішіндегі ең көп ру Арғын ғой. Арғын ең көп. Мен де ойлап едім, қандай батыр мынау Тоқаевтың тұқымының қызын алайын деп жатқан деп. Сөйтсем Арғын батырлар екен ғой. Бұл енді шет жағасын мен де таныстыра берейін. Жалайырлар. Құдаларымыздың әкесі Дәуренбай құда. Сол кісі енді өзінің жалайырларын таныстырса. Жалайыр боласыңыз. Осы жалайыр. Алайын деп жатқан келіндеріңіз жалайыр. Жалайыр. Тоқаевтың тұқымдары. Дәуренбай құда. Иә, кімнің екенін бәрін өздеріңіз түсіндіріп айтып таныстырсаңыздар. Бас құдадан. Төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Енді сіздерде ұл бар, Құдай бізде қыз бар. Екеуі тауып бір-бірін Алла қосты. Екеуі өмір жасы ұзақ болсын, ұзағынан сүйсін. Ал енді жаңа қазақ айтады ғой, ел сұраған, жол сұрағанның ешқандай айыбы жоқ деп. Сол сияқты біз Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Балқытбей дейтін ауылдың тумасымыз, ұлымыз Жалайыр. Жалайыр деген 12 ата Жалайыр, соның ішіндегі мырза мына кісі. Құданың осы жердегі менің Асанымның әкесі Дәуренбай дейтін. Зейнеткер. Онан кейін ең үлкені. Онан кейін мен әпкем. Құдағиым Қаламқас ауылда тұрады. Онан кейін Қаламқастан кейін айта берейін, мен әпкем атына өткен, кетем міне. Мен Жанат, нағашылармыз. Нағашы. Құдаларыңыз нағашы. Талдықорғанда тұрамыз. Дәуреннің ертең енді бауырлары келеді. Бүгін енді жиында ертең айтып болды. Одан кейін біз ағайын үшпіз нағашылардан. Соның ең үлкен қызы кенжеміздің. Гүля дейтін. Нағашы жағынан. Одан кейін Асан, Дәуреннің ең үлкен тұңғышы, қызметкер, оқыды, құдаңыз Асан. Бері құдаларыңыз Асан. Оның жолдасы жанындағы. Дидар. Енді Асанның атын ерген қарындастары бар. Соның Асаннан ерген артынан бауыры Асыл. Жанка қайда? Жанка келін деді. Бір көрдіңіз мін жерге құдағыдай. Онан кейін көзімен қарасында, ағымен қарасы жалғыз қыз, Асанның қарындасы, анау отырған төрден Айнұр дейді. Жолға келемен қап, жолға келе. Құдашаларыңыз. Онан кейін үйдің кенжесі, мұны жігіт Жасылан, Маржан қайда? Келіндер қызмет. Біздің Сарсүйек құдаларымыз бар. Залдық сіздерді Чемкентке, Қазығұт деген ауданнан. Соның ең құда деген жақсы болды. Ең үлкен құда келеді міне. Талғат Құдапер,
Қай жұртты тапсырып маған қалдырмас. Шымкентте мен таныстырайын. Құдайға дүниеде түйе тату, тен бота тату дейді ғой. Атаның былай бажалары бар. Ең үлкен бажасы. Қолын көріп қой. Одан кейінгі бажасы. Мен таныстырайын. Сіз мені таныстырсаңыз қалған өзім қапа. Одан кейін. Міне. Біз жақтан менің қарындасым Атаның Ақбет, нағашы жағынан, Хадиша. Ол ертең тағы да тойда Құдағиларыңыздың сөзі. біз жақтан olsun. Ал енді өзің таныстырма. Енді мынау бас құдаларыңызды көрдіңіздер, таныстырып. Үлкен күйеу баласы менмін. Ол Шаңырақта атамның үлкен қызын ағам ғой. Жаңа Асан енді бас бел құдаларыңыз Дидар осы құдағиларыңыз ең кіші қыз 5-ші қыз. Сондықтан Асан 5-ші күйеу бала. Он ағайындымыз өзі. Иә. Ол Шаңырақтың 5-ші күйеу баласы. Ата мен ападан 5 ұл 5 қыз. Енді жолда келе жатыр. Үлкендеріміз енді апа мен ата ол жаққа кеткен. Жас емес, берген жасын жаса, бірақ сонда да әке шешесіне есім келмеді ғой, ертерек кетіп қалды деп бәріміз де белімізді қайысып ойымдағанбыз. Енді ол Шаңырақта қазір үлкені Махмұт Қайын ағамыз жолда келе жатыр, ол кісілер түнде түседі. Олар да Шымкенттен Қазығұрттан келе жатыр. Қазығұртта Біздің ауылдың неге ғой? Жаңа базар Бейнеткеш. Жаңа базар. Бейнеткеш ауылы. Енді бұл жердегі барын таныстырайық, үлкен екінші ұл құдағиларыңыздың ағасы, екінші ағасы Талғат. Бұл кісі қазір Қонаев қаласынан келіп отыр. Қапшағай. Бір айта кететін жай, құдаларыңыз да пенсияда, военныйдан пенсия шыққан. Талғат та пенсионер. Оның жолдасы екінші жеңгей Насиба. Бұл кісі де сіздердің ауыл жақтарыңыздікі. Шымкенттікі келесідікі. Келесабай. Насиба. Бұл кісі де военныйдан пенсия шыққан. Қазіргі Қонаев қаласының тұрғындары. Одан кейін мен екен ғой? Одан кейін апамның үлкен қызы Гүлбану. Менің жолдасым. Бұл кісі де военныйдан пенсияға шыққан. Мен де 11 жылдан бері пенсиядамын. Алғашта сеттік. Органда істеп, 11 жылдан бері пенсиядамын. Қазір осы Қарағанды қаласында Асан мен екеуміз біз. Қарағанды қаласында. Қалғандары екеуі Шымкентте, біреу Астанада, бажаларда, 5 бажада. Ал енді келе жатырмыз ғой. Екінші бажа Пердалы. Алтын төбенікі. Ана бірге келдік қой. Свой. Алтын төбе. Сатқын. Сатқын емес? Бажа? Құда болып келді де бажа болып келді. Бажа ол үйдегі балыздың Гүлдана. Әні. Олар Шымкент қаласында өзінде тұрады. Қайтпастай. Одан кейінгі үшінші бажа Тәжібай. Сатқын. Бажалар еш сатпайды. Ойын. Көңілге алмай қалды. Балдана. Бұл кісілер Ленинскі. Қазығұрттың өзінде. Ленинскіден. Төртінші бажа мен қыз Астанада, олар да келеді. Бесінші Асан мен Дидар. Қалғанын келген бетте таныстырамыз. Енді бәрібір бір көргеннен атын жаттап, түрін танысақ, атын жаттап аламаймыз ғой. Бір көрген біліс, екі көрген таныс дейді, ертең енді араласып, қорласып жатқаннан кейін танысып біліп жатамыз. Енді бар кісілерді осылай таныстырдық, кім қалды таныспаған? Осы үйді Арайдың інісі Нұрханбек қайда? Бұл енді құдаларыңыз бен құдағиларыңызды бір қыз, екі ұл. Арай жылынан кейінгі ұл Нұрханбек, мектеп оқушысы. Үйленуге дайын қыз болса, пожалуйста. Одан кейін кенжелері Әлімхан.
Әлімжанды бүйтіп ұйқастырып алла тағала өзі бүйтіп кетті енді өздеріне оқысайды. Әлімхан. Күйеу балам Әлімжан. Әлімжан күйеу балам. Мен таныған жоқпын, танысқан жоқ әлі. Сен енді Күйеу балам мен жаңа сыртынан көріп қалдым өткен. Жекелен таныстық үшін не деміз? Алып тастаймыз. Тоқта, не табайын? анау осында бір қабашы болып келген екі адам қыздарын алғаннан кейін қабашыға келген ғой жаңа келіп хабар беріп сіздің қыздарыңыз біздің үйге келін болып түсті деп сөйтіп күтіп ішкізіп жегізіп жаңа шығарып салған сөйтсе біреу сап-сау болып кетіп бардыр дейді сөйтсе екінші айтады дейді неге ішпедің ішетін адамсың ғой деп бір айтар ем болды ғой деп сол сияқты бір айтар ем болып қалып жүрмесін бәріңізге деп қояйық ол мәселе мас қылу емес бірақ енді кішкене көңіл көтеріп өлең айтып танысып біліскеннен кейін көңілді отырайық. Айттым ғой молодец сөзім жақсы көріп қалдым. Мына құда сізге енді қайсысы? Мен ішем, бірақ қазір бір технический причинам екі-үш ай бар әлі ішуге болмайды. Al sizler dostlarımızın bir kadar koyuyorlar da Hayır. Al. Ay 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 ay
айтып мынау осы ұстарды күзендірсеңіздер. Рядовой состав сөйлейді. Әке, құдағиларға құйылды ма? Ал құрметті құдалар, Жаслан. енді мынау Тілек айтып жатыр. қазақтың салтымен оңтүстік өңірден келіп жатқан былай қарасам көбісі өзіміздің Шымкент облысынан деген. Даже мен Тарастықпын. Сіз де онда бізге жатасыз. Мына келген себебіміз мына сіздерде қыздар, бізде ұл бар. Сөйтіп мына екі жас өздері бір-бірін ұнатып, Құда қаласа келісіп берған екен. Ерде енді Құданы Құдай қосады деген атамыздың сөзі бар. Сол салтпен келіп отырмыз енді сырға іліп келінге ең салып алып кетеміз деп. Осы әулеттің ең үлкені мен болып қалдым. Біздің әкемізбен мамамыз бұл кісінің папасымен бір үйден алған. Сөйтіп бұл інім болып келіп жатыр ғой. Әкеміз інілі ағалы болған, сол екі үйден алған ғой. Үлкенін әкесін, кішісін, балысын алып берген менің әкеме. Енді ол кісілер дүниеден өтіп кетті. Бұл кісінің әкесі маған аға болып келеді, туған аға. Енді ол кісі 3-4 жыл болды, дүние салды енді. Сөйтіп осында әулеттен өзім қалдық енді. Бізде өзіміз жас деп жүрсек уже сол 70-тен асып кеткен екенбіз, біз әлі бала деп жүрміз. Сіз 70-тесіз ба? 55-те ма 55-те де жүрген ғой мен осы? Енді жаңа айтып кеттік, арғын боламыз, арғынның ішіндегі орманның ішіндегі ақсарысы боламыз. Сол Шымкент тумасында сөйде туып өсіп Шымкентте бұрын енді Кеңес заманында ата-бабамыз сояққа барып сояқта тұрақталып кеткен екенбіз. Енді мынау тәзім тұздауымыз бұйырып міне сіздердің әулеттеріңіз келіп міне отырмыз. Бұл екі жастың арқасы. Сол екі жас бақытты болсын. Аңсаған армандарына жетсін. Мынау қазір жастарымыз өзі заманауи барлықтары оқыған, оң соңын таныған жастар бар, біз сияқты бұрын Совет өкіметіндегі өспеген. Солардың жолын жақсылығын тілейміз. Балдар бақытты болсын. Солардан қызығын көрейік. Солардан үбірлі-шүбірлі болып, олар да біздің жолымызды берсін. Енді тарихтар былай қарасам, военный, анау мынау, біз енді полувоенный салада жұмыс істеп, 2 жыл темір жол саласында, Шымкент станциясында сөйден шыққанбыз. Енді 10 жыл болды бізге шыққанымыз, сізге 11 жыл болса. 11 жыл. 14 жыл. 14 жыл. Хорошо, өте тамаша. Енді құдаңыз бұл да органда істеп пенсияға шыққан. Менен бұрын шықты бір жыл, 15-ші жыл шығып кетті, мен 16-ші жыл шықты. Енді органдардікі енді 25 жылдан кейін шыға береді, өздеріңіз білесіздер. Біз енді 40 жылдан астам темір жолда істедік. Не дейміз, мына дастархан жаңы жақсылыққа жайылсын, екі жасымыз бақытты болсын. Ал, құрметті құдалар, сіздерге де жақсылық деймін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Құда қаласа мына кіші ұлыңыз ғой, е? Асқар, құдамыз. Ең үлкен бе? Ең үлкен. Мен естім, ең кіші. Бажа жақтан ең кішкентай. Бажадан кішкентай. Одан үлкен. Бажа жақтан ең кіші. Құда, құрметті құда, құдағи. Мына жастарымыз бақытты болсын. Енді Шымкент өңірге үйленіп қалған екенсіз ғой. Құда қаласа, ерде бел құдан бар деп келе бересіз. Бажаларыңыз сәл шетке қала береді енді.
Onu mойындаймыз. Мойындайсыз ба? Иә, ол Мына кісілерді мен құда деп алып келсем, жаңа сатсыз беріп қой. Майлы, қой күлкі қой. Осы екі жастың арқасында, құда қаласа міне бір дастарханда дәмді деп тұрсын, мына дастарханымыз жаңа жақсылыққа жайылсын. Әр отбасымызда осында қызықшылық той болсын. Қазақ еліміздің көк байрағын мықты ұстайтын жастар болсын. Солардың қызығына тоймай, ата, апа болып біздерде қуанып келе берейік. Ал құрметті бажалар, мына бажаңыздың құда болғаны құтты болсын. Амин. Сіздердің жолдарын бере берсін. Біздің жолымызды берсін. Құдайға шүкір, немере сүйіп, 3-4 шөбере сүйіп отырмыз. Біздің жолымызды берсін. Сәуба. Сол үшін жастар үшін аламыз. Тұрып, бірінші тост. Ақтай. Міне әңгіме. Енді біз шекенті бараттың ғой, тұрып ішеміз, жатып ішеміз, қат көппе ішеміз, әйтеу іше береміз. Әне алаңыздар. Онда кейінгі бір Bir söz айтайын, айбеттеңіздер. Менің бірінші қызым 94 жылы Қазғұрт ауданына барды. Қазғұртқа, мына жігіттің ауылына. Бамыздарға бағысы енді. Енді Қазғұртқа ғой, үлкен қызым. Сол кезде құдам айтты. Енді құда әке деп не қылатыныз жоқ. Менің қызым сол үшін 30 жыл сенде бір 100 грамм болып қуаныш. Жастарымыз Тамақ келді. Ман алып тұр. Ман аламыз. Қазір менің виски ғой. Жоқ, қазір менің виски ғой. Бата бермесеңіздер. Амин. қайтадан бізге ма? Илахи аумин. Дастарханның байлығын берсін. Алла Тағала денің саулығын берсін. 2 жасқа ұзақ өмір берсін. 2 жас 2 жаққа да мейірімді болсын. Бақ қарасын қыдырдарсын. Амин. Мына жерге кім бет турайды? Әкеліп.